Бірақ біз тақырыптан алшақтап кетпейік. Бүгінгі мәселеміз еркектердің міндеті әйелдердің алдында, бала шағасының алдында. Қазір өкінішке орай, сондай бір адамдар бар, өкінішке орай. Тіпті керек болса, осы аятты естіп жүр, уағызды, намазын оқып жүр, бірақ өкінішке орай нәпақасын бермей, әйелінің жағдайын жасамай, жылатып, еңіретіп жүрген адамдар да жоқ емес қоғамда, өкінішке орай. Соларды естіген кезде, бізге солардың әйелі жылап келген кезде, бала шағасын, шиттей бала шағасын жылап келіп отырған кезде, мына жүрегін қатты ауырады да. Ей, айналайын еркек, егер сен еркек болып тұр, соны алған болсаң, сөйтіп алып, істейтініңді жасап, білгеніңді жасап, баланы дүниеге келтіргеннен кейін асырай алмасаң, онда не істеме, алмасайшы сен оны. Яғни айтайын дегенім, ардақты ағайын, ол еркексің ба? Ол еркек не істеу керек? Әйелді бағу керек алғаннан кейін. Тіпті кейде бір шындық бұл да, аш шындық айту керек бұны. Кейде бір нәрсені айтпасаң, ол түсінбейді ғой адамдар. Келесі екінші бір адамның қайталамасын деп айтамыз да кейбір мәселен. Екінші әйелі алам деп, бірінші әйелін бала шағасымен талақып кеткен адамдарды білемін, өкінішке орай. Екінші әйелді алу, сен бірінші әйелді талақ қылу үшін екінші әйелді алмайсың ғой сен, дұрыс па? Сен бірінші әйеліңді қарқ қыла алмасаң егерде, нәпақасын, киімін, тамағын алып бере алмасаң, үймен қамтамасыз ете алмасаң, сен екінші әйелді алма. Ала алмайсың, себебі шариғатқа, сүннетке, Құранға сай емес ол. Алла Тағала айтады, егер әділ бола алмаймын деп қорықсаңдар, бір әйел сендерге қайырлы дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Ал біздің заманда не істеп жатыр өкінішке орай? Жағдай бар ма, жоқ па? Сонда кейбіреуінің пікірімен отырып сөйлескен кездеріміз болды. Сахабалардың заманда бас-басына үй болған жоқ қой дейді. Сахабалардың заманда ондай бір үй жағдай болған жоқ қой. Әйтеуір тіпті керек болса, бір үйде екі әйел, үш әйелді бақты ғой дейді, қараңыздар. Субханалла. Бұл қандай надандықты қараңыз, көрдіңіз ба? Аят тұр мына жақта, қаншама хадис тұр. Ол сахабалардың заманы қандай, қазір заман қандай, қазір заман. Ол араб түбегі, Хижаз түбегі ауа райы қандай, біздің ауа райы қандай. Газ, свет, су, қазір заман мүлдем басқа ғой. Арадан почти 1000 жыл өтті ғой, айналайын-ау, сен не айтып отырсың сен? Деп кейде сөйлескен кездерімізде болды да, өкінішке орай. Сонда адамның білімі болмаса, надан болса бар ғой, білген істей береді. Сонда ол не істеп отыр? Анаған нәпақа бере алмайды. Мұның жағдайында біліп көріп отырмын мен. Бір әйелді зорға асырап отыр. Бірақ екінші әйелді алғысы келеді да, қараңыз. Міне, осыдан туындайды проблема, көрдіңіз ба? Сіз не істей алмайсыз? Бірінші әйеліңіз нәпақасын дұрыстап бере алмай отырған адам. Жарайды, беріп отырсың, бірақ сен 1000 ойлан бір шешім беруің керек та, сен екінші әйел алмас бұрын. Оның нәпақасын бере аламын ба, бере алмаймын ба мен? Сен тек қана төсекті ойламасайшы. Төсектің шаруасы оңай болуы мүмкін, бірақ оның жауапкершілігі таудай ғой. Ертең ана бала келмей ма, сен қалай асырайсың сен оны, дұрыс па? Сен оған ең құрғанда коттедж алып бере алмайтын шығарсың, квартира алып бере алмайтын шығарсың. Ол да талап етілмейді біздің кітаптарымызда. Сен ең құрғанда квартира жалдап бере алуың керек, сонда жағдайың болуың керек, сен оны түсініп тұрсыз ба? Және тамағы тоқ болу керек, киім бүтін болу керек, және бірінші әйел мен екінші әйелдің арасында не болу керек? Әділ болуың керек. Дүниелік мәселеде де, басқа мәселеде де әділ болуың керек. Махаббат мәселесінде жүзді әділ бола алмайсың әрине, бірақ дүниелік мәселеде не істеуің керек? Анаған киім алып бердің бе, мынаған киім алып беру керек. Мынаған тамақ бер, анаған тамақ. Яғни екеуін тең ұстауың керек. Ұстай алмайсың ба, не істеме? Құрметті ер азаматтар, онда бұл жауапкершілікті мойынға алмаңыздар. Бұл харам нәрсе, үлкен ауыр нәрсе бұл. Ертең ақыретте жауап бересіз. Әсіресе жаңағы екінші әйелді алатта бірінші әйелін 4 баласымен, 5 баласымен, 3 баласымен, 2 баласымен талақ қылып, жетім сүретіп, кәдімгідей тендіретіп жүрген адамдарға бар ғой, обал, өте обал да. Пайғамбар саған соны үйретті ма? Жоқ. Пайғамбар керісінше, күйеуі марқұм болып кеткен, әйел бала шағасын бағамай жүрген, қиналып жүрген әйелді алуға өсиет қылды ғой. Өзі де соны жасады. Өйтіп талақ қылған жоқ қой ол еш уақытта, көрдіңіз ба? Біздің амалымыз қарасаңыз, өкінішке орай пайғамбардың сүннетіне де қайшы болып отыр да. Негізгі хикметті түсінбеген адам солай жасап отыр. Және ол білім жоқ ол адамда, түсіне алмай отыр да. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ дейді. Ардақты пайғамбар айтып, ер кісі отбасының бақташысы деп отыр. Сондықтан да ол баққанына жауап береді. Имам Бұхари, Имам Муслим риуаят еткен хадисте. Яғни сен әйеліңмен, әйеліңе, және ол әйеліңмен туған дүниеге келген бала шағаңа басыңмен жауап бересің. Сол бала жетім қалды. Ана әйел жесір қалды. Қаншама жыл солар ертең жылайды. Ол біреудің қойнына барады. Әлгі бала біреудің барып
өгей баласы болады, өгей қызы болады. Өзіңіз ойлаңызшы, құрметті азаматтар, арамызда сондай жағдайда жүрген адамдар бар ғой, соларға құлақтарын алдын сырға. Сен бақ-қақтың, балаң дүниеге келді, қызың бар, енді ойлашы енді, талақ қып жібердің, кетті. Ана бала сүмірей ертең өзін туған әкесі емес біреудің алдында өгей баласы болған оған жақсы деп ойлайсыз ба? Жақсы емес қой ол. Өте қиын ғой, сен мына жүрегің ауырмай ма деймін да, сыздамай ма деймін да. Мен исключение жағдайлар айтып отырған жоқпын. Сондай жағдай болады өмірде. Жаңа айттым ғой, талақ деген түбегейлі есік жабылған жоқ деп. Алла Тағала соны ашып қойды деп. Ол жаңағы исключение жағдайлар болады. 5 бала шағасымен ажырасуға мәжбүр жағдай болады. Бұл енді сиректі негізінде шындап келетін болса, сирек болу керек. Мәжбүр, амал жоқ болады сондай. Күйеуі күнде арақ ішіп төмпештей береді. Жаңағы жағдай сияқты ғой, мысалы. 12 жыл бойы сабап келгенде қараңыз. Ондай кезде сіз не істейсіз? Есікті жауып, қашып кетуге ақыңыз бар сіздің керек болса. Зұлымдықтан қашу үшін де әрине сотқа барасыз. Қазіргі заман сот бар ғой енді. Сотқа арыз жазасыз. Қазір қази деген жоқ, сотқа барасыз. Сотқа арыз жазасыз қазіргі заманда. Неге? Себебі сізге зұлымдық жасалып жатыр. Ұрып соғып жатыр, сізге әділетсіз жасалып жатыр да. Сіз өзіңіз қорғауға ақыңыз бар адам ретінде. Мен осы үйдің келінімін, ойбай қазір неден аттап кетсем, баспалдақтан бітті, өмір бақи бақытсыз боламын деп жоқ. Олай ойламаңыз.